Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен кестелі құймақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл құймақтардың ерекшелігі құрамына айран қосылып жасалады. Және құймақтарыңыз осындай жұп-жұмсақ әрі кестелі болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған айранымызды құйып, үстіне жарты шай қасық ас содамызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұндағы айран мен ас содасы қосылғандықтан реакцияға түсіп, көпіршіп массамыз сәл үлкейеді. Және осы кезде үстіне шым-шым тұз бен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен үстіне 2 жұмыртқамызды салып, тағы бір араластырып аламыз. Содан кейін үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Кейіннен үстіне алдын ала өлшеп, електен өткізілген ұнымызды бөліп саламыз. Мен ұнды 3-ке бөліп салдым, арасында түйіршік қалдырмайынша жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса пайда болады. Содан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тез-тез араластырамыз. Себебі біздің қамырымыз пісіп кетуі мүмкін. Және жақсы дәм беру үшін аздаған ванилин қоссаңыздар болады. Біздің қамырымыз дайын. Енді қатты қызып тұрған отта табамызды майлап, құймағымызды бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайындалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жіберіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.